Маргарет Тэтчер Ұлыбритания тарихындағы ең даулы лидерлердің бірі. Оны темір ханым деп атады. Бірақ неге? Оны монета сияқты қарастырайық. Bir жағы жақсы жақтары. 1979 жылы билікке келген Тэтчер экономиканы түбегейлі өзгертті. Мемлекеттік компанияларды жекешелендірді, салықты азайтты. Инфляцияны 20%-дан шамамен 5%-ға түсірді. 1982 жылы Фолкленд соғысында жеңіске жетіп, елдің беделін көтерді. Ол Ұлыбританияны нарықтық экономикаға толық өткізді. Екінші жағы, жаман жақтарын қарастырып көрсек, оның реформалары бәріне бірдей пайдалы болмады. 1980 жылдары жұмыссыздық 3 миллионға жетті. Көп зауыттар жабылды. 1984-1985 жылдары кеншілер ереуілі болды. Тэтчер оларды қатаң түрде басып тастады. Қоғамда бай мен кедейлер арасындағы айырмашылық күшейді. Сондықтан тарихта Тэтчер екі түрлі бағаланады. Біреулер үшін Тэтчер елді құтқарған лидер, басқалар үшін қарапайым халыққа ауыр саясат жүргізген адам болып есептеледі. Ал сен монетаның қай жағын қолдайсың?